Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 53-ші сабақ. Математика сабағы 2-ші сынып. 2-ші сынып математика сабағын көрден алдын менің каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызда шамалардың бірліктерін түрлендіру және мәндерін салыстыруды үйренеміз. Көп нүктенің бірінші есебіміз көп нүктенің орнына ұзындықтың сәйкес бірліктерін қой дейді. Кітап бет белгісінің ұзындығы қанша болады? Мысалы, өлшегенде 5 сантиметр шығуы мүмкін, немесе 5 миллиметр десек те болады. 5 сантиметр деген дұрыс. Сынып тақтасының ұзындығы 3 метр десек болады. Дәптердің ұзындығы 21 сантиметр десек болады. Мектеп пен үйдің арасын немен өлшейміз? Метрмен өлшейміз. Мектеп пен үйдің арасы 700 метр деп жазсақ болады екен балалар. Осылай өлшем бірліктерін, ұзындықтың сәйкес бірліктерін жазады екенбіз. Келесі екінші есебіміз көп нүктенің орнына массаның сәйкес бірліктерін қой. Сөмкенің массасы қанша болуы мүмкін? 2 килограмм болуы мүмкін, Бір қап сәбіздің массасы 50 килограмм болуы мүмкін. Ұнның массасы, бір қапшық кішкентай ұнның массасы 3 килограмм болуы мүмкін екен, Осылай бұны килограммен өлшеу бірлігі килограммен өлшенеді екен. Келесі үшінші есебіміз көп нүктенің орнына уақыттың сәйкес бірліктерін қоямыз. Енді уақыттың сәйкес бірліктер. Бір аптада 7 күн бар, күн уақыты бір уақыт болады. Жаздың ұзақтығы 3 ай болады екен балалар, 3 ай. Ал ұшақ 3 сағат ұшты деп айтсақ болады, сағат өлшем бірлігімен. Осылай жазып қоясыздар балалар. Келесі төртінші есебіміз көп нүктенің орнына сыйымдылықтың сәйкес бірліктерін қоямыз. Сыйымдылық дегеніміз бұл литр, балалар. Литр деген өлшем бірлік болады. Шайнектің сыйымдылығын 1 литр деп алсақ болады, 1 литр шайнекке көбінесе 1 литр кетеді. Шелектің сыйымдылығын 5 литр деп алсақ болады, орташа. Ал қазанның сыйымдылығын орташа 20 литр деп алсақ болады. Немесе 15 литрлік қазандарда болады, 10 литрлік, 20 литрлік қазан деп жазып қоямыз балалар. Келесі бесінші есебімізде осы бос төр көздерге орнына тиісті санды қоямыз. Мысалы, 1 метр дегеніміз неше сантиметр? 1 метр 100 сантиметр болады. Ал 1 центнер дегеніміз неше килограмм болады балалар? 100 килограмм болады. 1 сағатымыз 60 минут болады. 4 метріміз 40 дециметр болады. Яғни 1 метріміз 10 дециметр болса, онды 4-ке көбейтсек 40 дециметр болады. 37 сағат неше тәулік сағат дейді. Бір тәулігіміз 24 сағат, 1 тәулік 24, ал 37-ден 24-ті алсақ 13 болады. 1 тәулік 13 сағат деген екен. 37 сағат дегеніміз 1 тәулік 13 сағатты құрайды екен. Келесі 1 дециметр неше сантиметр? 1 дециметр дегеніміз 10 сантиметр. 2 метр дегеніміз неше дециметр және сантиметр екен табу керек. 2 метр дегеніміз 20 дециметр және 200 сантиметр деген сөз. 24 ай, 2 жыл неше ай? 2 жыл дегеніміз бұл 24 ай. Өйткені бір жылымыз 12 ай, 2 жылымыз 12-12 қоссақ 24 болады екен. Ал келесі 300 килограмм неше центнер болады дейді. 300 килограмм 3 центнер болады. 100 килограммыз 1 центнерді құрайды. 800 сантиметр дегеніміз неше дециметр және метр дейді. 800 сантиметр дегеніміз 80 дециметр және 8 метрді құрайды екен балалар. Келесі 6-шы есеп салыстыр дейді. 9 метр үлкен бәлде 90 дециметр. Бұл жерде тең болады. 9 метр дегеніміз 90 дециметр деген. 90-90 тең болады. 700 сантиметр 8 дециметр дегеніміз 700 сантиметр дегеніміз 800 сантиметр. 80 сантиметр болады, 8 дециметріміз. Сонда 700 үлкен болады. 2 тәулік 3 сағат, 24 сағат. 2 тәулік 3 сағатымыз 2 тәулік дегеніміз 24, 48. Жоқ, мынау үлкен болады. Не жерде қате кетіпті қазір. Мынау үлкен болады. 2 тәулігіміз 24, 48, 48, 3-ті қоссақ 52 болады. 51 болады. Осы үлкен болады. Ал келесі 800 килограмм 9 центнер үлкен болады. Әрине 9 центнер үлкен 900 килограмм болады. 9 центнер деген 4 центнер үлкен болады. 400 килограмм болды. Тең болады екеуі.
3 метр 200 сантиметрде 3 метр үлкен болады. 200 килограмм мен 300 центнерде 300 центнер үлкен болады. 300 килограмм болады бұл. 2 жыл 4 ай дегеніміз 12-ні қоссақ 24, 24-ке 4 қоссақ 24-ке 4 қоссақ 28 болады. 28 ай. Ал мына жақта 30 ай. Әрине 30 ай үлкен болады балалар. Осыны үлкен деп қоямыз. Келесі 7-шісі есеп күнтізбені пайдаланып күз айларында неше күн және неше апта бар екен анықта дейді. Сіздер күнтізбе аласыздар, осыдан санайсыздар неше күн бар екен. Именно 9 күз айындағы күндерді санайсыздар. 9 айда 91, күз айында 91 күн және 13 апта бар екен. Апта сандарын санайсыздар. Осылай шығарасыздар. Келесі 8-ші есепте көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір дейді. 3 дециметр 7 сантиметр дегеніміз 37 сантиметр, 2 тәулік 4 сағат дегеніміз 52 сағат, яғни 2 тәулік дегеніміз 24-24-тен болады. 24-ке 24 қоссақ 48-48-ге 4 қоссақ 52 болады. 52 сағат деген сөз. 1 сағат 16 минутымыз, 1 сағат 60 минут, 60-ға 16-ны қоссақ 76 минут болады екен. 2 жыл 7 ай дегеніміз 31 ай болады. 5 метр 4 дециметр дегеніміз 54 дециметр болады. Ал 24 сағатымыз бұл 1 тәулік және 5 сағат болады. 1 тәулік деген 24, 24-ке 5 қоссақ 29 болады. Осылай жазып аласыздар балалар. Келесі 9-ші есеп өрнектердің мәніне сәйкес әріпті кестеге қойып Қазақстанның батысында қаланы тап дейді. Мысалы, бірінші 38-ді 17-ні азайтсақ 21 болады. Мұнда А әрпі болады. 24-ке 39-ді қоссақ 63 болады. 63 санда Т әрпі тұр. Неке Т әрпі, мұна А әрпі тұр. Т әрпін қоямыз. Ал 37-ге 17-ні қоссақ А әрпі, А әрпінде 54 болады. 37-ге 17-ні қоссақ 54 болады. Ал 99-ға 1-ді қоссақ 100 болады. Бұл Р әрпі екен мінеке. Р әрпін жазамыз мұнда. Ал 80-ден 23-ті алсақ 57 болады. Оны мына жерге У әрпін жазамыз, мына жерге У әрпін жазсақ, сонда мына әрп болады. У әрпі 21 дегеніміз ол А әрпі, онысы да білеміз. Сонда бізде Қазақстанның батысында қала Атырау қаласы. Атырау деген сөз шығады екен, есептер шығарсақ. Ең соңғы есеп, егер кеше сейсенбі болса, онда бүрсігіні қандай күн болады дейді. Мысалы, бүгін сәрсенбі болады, сейсенбіден кейінгі күн. Кеше сейсенбі еді, алдыңғы күні дүйсенбі еді. Ал бүрсігіні біз дүйсенбіден алдыңғы күн не дейміз? Жексенбі деп айтамыз. Бүрсігіні жексенбі күні болған екен. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарға кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.